Сәлем баршаңызға. Кеше сториске салған қазан тазалау әдісін барлығыңызды сұрап кеттіңіздер. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға 6 ас қасық ас содасын және де 6 ас қасық порошок салдым. Мына жерде видеода көрінбей қалыпты. Және де күштен өткізілген бір бүтін сабынды салып жүріңіздер. Оның үстіне 6 ас қасық сұйық май, кәдімгі тамаққа қолданып жүрген сұйық майды салатын боламыз. Және де осындай кішкене қайнауын күтіңіздер. Мінекей қайнап бастаған уақытында кір қазандарыңызды салып, 45 минут кемі 1 сағатқа салып қойсаңыздар, қазандарыңыз күшті тазарып қалады. Мінекей осылай қайнатып, жақсылап, көріп тұрғандарыңыздай барлық кірі бетіне шықты. Жай ғана осылай жұмсақ қырғыштың көмегіменен жуып алдым барлығында. Қазандарыңыз керемет болып жалтырап тазарып қалатын болады. Видеом егер ұнаған болса, кәделеріңізге жарасын аямай қолдап кетуді ұмытпаңыздар.